Assalomu alaykumlar. Так, үлесімізді қосып, ойымызды айтып, кетуге тура келіп тұр. Жеті деген қасиетті ұғым бар қазақта. Сол жетінің ұғымынан ойымды айта кетейін дедім. Жетісіз дейтін бар. Жетісіз деген бірдемесі жетпейді дегенге келеді. Жетім ол да бірдемесі жетпейтін дегенге келеді. Сол жетім мен жетісудың бір-біріне ұқсас, бірінің мағынасын бірі толтыратындай сөздік сияқты. Енді жетуі болмаған адамдың соны кемде кем көрген қазақ. Жеті бірігу, жетісу. Енді жетісудың мағынасы әртүрлі көп. Жердің аты бар. Объединяясь ету дегенге келеді, толығу дегенге келеді. Сөйтіп айта берсе, жетім деген енді сиратаға келеді. Казанская сирота дейтін бар және Казанская сирота деген дымы жоқ деген бар келеді өзінен басқа. Сондықтан ол қазынасына да дымы да қалмаған дегенге түсінік береді менің ойымша. Енді содан әрі қарата жүретін болсақ, Жетісай бар, Жетісу бар, Жетіқара бар, Жетіннан бар, сөйтіп кете береді, Жетіата бар. Соның бәрі үлкен ұғым, оның бәрі сол жеті қазынаны құрайды. Енді жеті қазынада жеті байлық, жеті бер солай кіре береді. Енді жетіні талқылап кетсек, жеті деген ұғым жетісу дегеннің өзі адамның, заттың Библиядан, алмадан басталып келгенде сол жетісуға келіп, сол жерде адам баласының ұрпағы жетіскен шығар, содан жетісу атанған шығар. Сондай менде ой келіп тұр. Енді Жетіатаға келетін болсақ, жеті қазынаға Жетіатадан бәрінен сол жеті қазына құралады. Жеті қазынаға келетін болсақ, шаңырақ шежіренің белгісі болып мүмкін, қазан байлықтың белгісі болуы мүмкін, бүркіт әуесқой менен бостандықтың белгісі, ит достықтың белгісі, садақ кәсіптің белгісі. Ең бірінші садақ қару жасап, сонымен анаулап тамағын тапқанға келеді. Ат, қанат дегенде енді онда өнер, ақындық, жаңағы сондай өнер кіреді деп ойлаймын. Ер, тұрақтылық. Сөйтіп, жеті қазынаның ер адамның толықтайтын несі, бейнесі. Және жеті деген сөз бір дегенді көрсетеді. Жетінің саныменен біріктіріліп, сол бір ұғымға шығатын ұғым. Жетіден бір шығады, бірден жеті шығатын ұғым болып тұр. Сол ұғымға өзімнің немді үлесімді қосып кетейін дедім. Мені келіспейтіндеріңіз болса, пікірталасып ойларыңыз болса, айта жатарсыңдар. Ал осыменен сау-саламат болыңдар. Аман саулықта кездесейік. 4 минуттық эфир болған екен. Ойлап едім, көптеу бола ма деп, жоқ, осы да жарар.